Қайырлы күн. Математикадан өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін екінші сабағын онлайн мектепте қалай 100% орындауымызға болады. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Бірден тапсырмаға көшейік. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін тап. Көбейту міндетті түрде бірінші орындалады. Екінші амал бірінші тұрса, сол орындалады. Сондықтан қалған ретімен қоямыз. Жауабын 3 жердегі 6 18, оны 39-ға қосқанымызда 18, 48, 49, 57. 57-ден 19-ды азайтсақ, 57-ден 38 шығады ма? Тексеріп көрейік. Жарайсын дейді. Алға. Бұл жерде дәл солай өрнектің мәнін анықтауымыз керек екен. Орындалу амалы ретінде жақшаның іші бірінші орындалады. Екінші көбейтуіміз кетеді. Үшінші бөлуіміз ретімен. Көбейтумен бөлу қайсы бірінші тұрса, сонысы орындала береді. 54-ден 46-ны алған кезде 8 қалады. 8 2. 16. 16-ны 4-ке бөлсек 4 шығады екен. Тексеруді бастамыз. Жарайсын деп шықты бізге. Алға. Мәндері дұрыс есептелмеген өрнектерді ерекшеле. Есептелмеген деп тұр. Дұрыс жауап 2. Біз екеуін белгілеуіміз керек. Ол үшін әрқайсысын шығарып аламыз. Біріншіде жауабы 7 шығу керек. Бұл жерге 3 депті. Екіншімізде 45 шығу керек. 42 деп берді. Осы екеуін белгілейміз. Мына екеуі дұрыс. Біздің әрекетіміз дұрыс екен. Алға. Жазылмай қалған амал белгілерін қой дейді. 6 үшін 18 көбейту қойдым. 18 2-ке бөлсек 9. Екіншісіне бөлу қойдым. Екінші тапсырмада дәл солай. 6 4-ін 24 көбейту қойдым ортаға. 24-ті 3-ке бөлсек 8 шығады. Тексеруді бастамыз. Біздің әрекетіміз дұрыс. Бас қатырғыштарды шеш депті. Өте қысық. Нешеге нешен қоссақ 10 болады деп 5-ке 5. Біздің мұзымыз 5-ке тең екен. Күніміз 8 шығу үшін 5-ке 3-ті қосамыз. Күніміз 3-ке тең екен. Ал енді күнді, мұзды және тамшыны қосқанымызда судың тамшысы 17 шығады екен. 8 болады. 8 17-ні азайтқанда 9 біздің тамшымыз 9-ға тең екен. Ал енді әрқайсысының тұсына жазып шығамыз. Мұзымыз 5-ке тең, күніміз 3-ке тең, суымыз 9-ға тең болды. Ал енді өрнектің мәнін тап депті. 5-ке 5-ті көбейтеміз. 25. Күніміз 3-ке 9, 9 үшін 27. 25-ке 27-ні қостақ 52 шығу керек. Міне, дұрыс болды. Осылай 100% орындаймыз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер.